Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Песочный тесто болып шығады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен ұн, сары май, су, тұз, 2 жұмыртқа және де қаймақ қажет болады. Ең алдымен ұнымыз бен майымызды жақсылап үгітіп аламыз. Немесе теркадан өткізсеңіздер болады майды. Бізде осындай қамыр шығады. Енді бөлек ыдысқа суымызды құйып, тұзымызды салып, 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де қаймақты салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай сұйық масса шығатын болады. Оны жаңағы ұнымыз бен майымызға қосатын боламыз. Ортасын ашып, құйып, тағы да жақсылап араластырып, тесто шығаруымыз қажет. Артық ұн қоспайсыздар, өзі қамыр қолға жабысқыш болады. Бізде осындай тесто шықты, жұмсақ болады. Пленкамызға салып, морозильникке 1-2 сағатқа салып қойып қоямыз. Бізде осындай әдемі тесто шықты. Қамырымызды 2-ге бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Майымызды ертіп, барлығына жететіндей етіп жағамыз. Мен сияқты жасасаңыздар болады. Осылай қамырдың бір бетін тастап, сонда май тегіс жағылатын болады. Бетіне ұн сепсеңіздер, қамырыңыз песочный әдемі болып шығады. Сеппесеңіздер де болады. Осылай орап шығасыздар. Міне екінші қамырда да дәл солай жасайсыздар. Ет, пияз, тұз және де фаршқа арналған приправаларды қостым. Өз қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөліп, осылай домалақтап шықтым. Енді қамырымызды жаятын боламыз, дөңгелетіп. Біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымыздың ішіне салып, шетін жақсылап басып, дәл видеодағыдай етіп жасап шығыңыздар. Өте оңай. Бұл самсаны жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Және қонақ келгенде де жасасаңыздар, дастарханның сәнін ашады. Енді сіздерге асықпай видеоға түсіріп көрсетейін. Осылай жақсылап шетін басып, жасап шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Самсаларымыз дайын. Енді бетіне жұмыртқаны жағып, бетіне күнжіт сеуіп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып, самсаларымызды пісіріп аламыз. Бізде осындай өте әдемі самсалар шықты. Дәмі керемет, үгітілмелі болып шықты.
шықты. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.